Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді және де бір жасағаннан шығатын сметаник пирогын жасайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізіп, ұнымыз бен қопсытқышымызды салатын боламыз. Содан соң қант және де бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз да, осылай қолымызбен крошке жасайтын боламыз. Ұнтақ жасаймыз. Содан соң оның үстіне бір жұмыртқамызды салатын боламыз. Оны да жақсылап осылай қолымызбен езіп, қамыр жасап алатын боламыз. Содан соң қамырымызды илеп болғаннан соң, оны салафанға немесе бетін пищевой пленкамен жауып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Оған дейін біз ішіндегі салмасын жасаймыз. Ең алдымен осындай қаймағымызды, содан соң қант, 4 жұмыртқамызды салып, осылай венчикпен немесе вилкамен жақсылап жайлап араластыратын боламыз. Қатты араластыруға болмайды. Осылай жайлап араластырамыз да, енді формамызды аламыз, оған жаңағы тестімізді саламыз да, осылай үстінен басып, әдемі қылып осылай жасап шығатын боламыз. Айналасын осылай басып шығамыз. Сіздерде мынандай форма болмайтын болса, торттың басқа да формаларына жасауға болады. Фужердің астымен басып шықсаңыз, осындай болып сізде шығады. Енді салмасын салатын боламыз. Содан соң пештің 180 градусында алдымен қыздырып алатын боламыз. Содан соң оны 35-45 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Ол енді сіздің пешіңізге қарай, менде 45 минут пісті. Енді оны толығымен бөлме температурасында 2 сағаттай, кемінде 2 сағат суытып алуымыз керек. Егер ол толықтай суымаған болып кесетін болсаңыз, оның ішіндегі салмасы қатпай, пирогыңыз бұзылып кетуі мүмкін. Сол себепті бөлме температурасында жақсылап кемінде 2 сағат суытып алыңыз. Содан соң оны шайға ұсынсаңыз болады. Мінекей мен пирогым дайын болды. Көргендеріңізге рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.